Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы номері 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тұрсынбаева Мөлдір. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы синтаксис, жасөспірім және заң. Бүгінгі сабақтың тақырыбы балалардың жас ерекшелігі. Бүгінгі сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз сөйлем және оның түрлері. Сіздің меңгеретініңіз тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Балалар, бүгінгі сабағымызды қазақтың әйгілі жазушысы Сәбит Мұқановтың «Жастық шағың, жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздың, ала алсаң жоқ, бермесі» деген дәйек сөзімен бастаймыз. Ендеше балалар, мына тапсырмаға назар аударайықшы. Бірінші тапсырма. Суреттен нені байқадыңдар? Бұл адам өмірінің қандай кезеңдері? Берілген екі суреттің қандай байланысы бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл суретте нәрестелік шақ, төменгі сынып шағындағы кезең, жеткіншек кезең, жас өспірімдік кезеңдері суреттелген. Сонымен қатар баспалдақтың суреті берілген. Баспалдақ дегеніміз бір нәрсеге қадамдар арқылы көтерілуге арналған құрал болып табылады. Ал жас адам ғұмырының белгілі бір кезеңін белгілейтін өлшем. Яғни бұл суретте адамның жас ерекшелігінің бірнеше қадамдардан тұратынын аңғаруға болады. Олай болса, балалардың жас ерекшелігі туралы толық мағлұмат алу үшін мына мәтінді тыңдайық. А. Мәтінді тыңдап, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықта. Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық, физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды. Балалардың өсіп жетілуінің бір сатысынан екіншісіне көшуі, өтпелі кезеңнен өтуі кездейсоқ емес. Әр жастағы кезеңге тән психологиялық ерекшеліктердің ұштасуын жиі байқауға болады. Сана сезімнің дамуы, дене күш-қуаттарының артуы адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты. Баланың жасы өскен сайын бойлары өсіп, денелері тұлғаланып, ақыл саналары дамып, білімдері тереңдей бастайды. Тәрбие ісінде балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп отыру қажеттігін педагогика ғылымы ерте кезде-ақ көрсеткен еді. Ал белгілі педагогтер Каменский, Руссо тәрбие беру кезінде бала табиғатын, оның қабылдау, ойлау ерекшеліктерін еске алып отыруға үндеген болатын. Қазіргі педагогика және психология ғылымдары балалар мен жеткіншектердің дамуындағы биологиялық фактордың рөлін айрықша көрсетеді. Педагогика ғылымы жас ерекшеліктерін анықтауға баланың дамуын үнемі қозғалыс үрдісі ретінде қарастыра отырып, бұл қозғалыстан сан жағынан жинақталу, сапа жағынан елеулі өзгерістер болатынын алға тартады. Мәселеге бұлайша қарау балалардың дене және психикалық дамуының бір қатар кезеңдерін белгілеуге мүмкіндік береді. Осының негізінде мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдердің өсіп жетілуін мынадай кезеңдерге бөлу қабылданды. Жаңа туған бала, туған сәттен 1 айға дейін, нәрестелік шақ 1 айдан 1 жылға дейін, ерте сәбилік шақ
1 жастан 3 жасқа дейін. Мектепке дейінгі балалық шақ 4 жастан 7 жасқа дейін. Төменгі сынып шағындағы кезең 7 жастан 11 жасқа дейін. Негізгі мектеп шағындағы жеткіншектік кезең 12 жастан 15 жасқа дейін. Орта мектеп шағындағы жасөспірімдік кезең 15 жастан 18 жасқа дейін. Балалар, енді тыңдалым мәтіні бойынша тапсырма орындаймыз. Тапсырмасы мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңдер. Келесі тапсырма балалар, бұл тапсырмасы Вен диаграммасы арқылы балалық шақ пен жасөспірімдік кезді салыстырыңдар. Жарайсыңдар балалар, кестені өте жақсы және дұрыс толтырдыңдар. Балалар, біз енді адасқан әріптер ойын ойнайық. Енді дұрыс жауабымен тексеріп көрелік. Жарайсыңдар балалар, сендер адасқан әріптерді дұрыс таба білдіңдер. Балалар, біз өткен сабақта сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай 4 түрге бөлінетінін өткен болатынбыз. Бүгін екінші түрі сұраулы сөйлем туралы өтеміз. Сұраулы сөйлем деген не? Қандай ерекшелігі бар? Жасалу жолдары қандай? Сұраулы сөйлем дегеніміз бір нәрсе жайында сұрап білу мақсатында айтылатын сөйлем. Ерекшелігі сұрақ интонациясы, сұраулы есімдіктер және сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Жасалу жолдары 4 түрлі жолмен жасалады. Бірінші, сұрау есімдіктер арқылы кім, не, қанша, қайда. Екінші, сұраулық сылаулар арқылы ма, ме, ба, бе, па, пе, ша, ше. Келесі, оқшау көмекші сөздер арқылы жасалады. Я, сірә, қайтеді, шығар. Мысалы, сен бүгін келесің, Ол кеше барды ғой, Оған өлең ұнады білем, сірә. Интонация арқылы сен намыстанып қалғанбысың? Міне, сұраулы сөйлемдер осындай 4 түрлі жолмен жасалады екен. Балалар, қазақ тілі білімінің негізін салушы Сайрамбаев сұраулы сөйлемдерде қойылатын сұрақтарды мазмұнына қарай бірнеше түрге бөлген. Ашық сұрақ дегеніміз біреудің ойын немесе біреудің бірдеңенің жайын бар жоқтығын білу мақсатында айтылады. Дәурен, өзіңіз қандай ақыл бересіз? Богданов, барлық күшті осы төбеге салыңдар дегеннен басқа айтарым жоқ. Қарсы сұрақ, сұраққа сұрақ түрінде жауап берілгенде қойылады. Мысалы, ой, мынау тамаша емес пе? Несі тамаша? Күмәнді сұрақ. Ат айтып тұрғандай, бір нәрсеге күмәндану мақсатында қойылады. Сол жаққа мен де барсам бекен? Төртінші түрі таңырқаулы сұрақ. Сізде арман бар ма екен? Соңғысы риторикалық сұрақ. Жауап күту мақсатында емес, бірдеңенің жайын хабарлау мақсатында қойылады. Мысалы, халық ұстазынан айырылса, не таппақ? Ел несімен ел? Жақсысымен ел, басшысы болмаған елде елдік бар ма? Балалар, жаса құр-әдісі арқылы мәтіндегі 5 қабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырыңдар. Келесі тапсырма балалар, екінші тапсырма, суреттер бойынша әңгіме диалог құрастырыңдар. Сұраулы сөйлемдерді көбірек қолдануға тырысыңдар. Құрастырған әңгіме диалогтеріңді керек дерек айдарында берілген сұрау сөйлем түрлерінің қайсысына жатқызатындықтарыңды айтыңдар. Балалар, біз бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндік, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтадық. Әрбір адамның тұлғалық қалыптасуы түрліше болғанымен, олардың ортақ байланысы жасөспірім кезеңде алған тәрім-тәрбие біліміне қатысты.
Ұлы ақын Абай сен не бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қылан деп айтқандай, сендер де өмірлеріңіздің кірпішін дұрыс қалауларыңызға тілектеспін. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.